Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бұл видеода Audi B4-дің артқы барабан, яғни тормозной барабанын қалпына қалай келтіреміз және подшипникті қалай ауыстырамыз. Яғни біздер кеше Audi B4-дің барабан подшипник отыратын жері ортасы, яғни желініп қалған екен, люфті болып ойнап тұр. Сосын барабанды ауыстыра қояйық деп жаңа разборға барамыз. Бір разборға барамыз, екіншісіне барамыз, еш жерден таба алмаймыз. B4-дің обычно толып тұратын. Бірақ кеше таба алмадық разборлардан іздеп. Тек Алматыдан заказ беруге болады дейді. Оның өзі 30 мың теңге, және оны күту керек. Барабанның өзі 30 мың теңге дейді. Енді не істейміз деп тұрған кезде шешімін табамыз. Шешімін таптық және жасадық. Небәрі 5 мың теңгеге шықты жұмысы. Осы ескі барабан қалпына келтірдік. Қазір керемет жүріп тұр. Енді видеоны соңына дейін көріңіздер, қалай жасалғанын көрсетіледі. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, коммент қалдырып, парақшаға тұрыңыздар. Сонымен достар, барабанымызды токарьға апардық. Токарьға апарып жасаттық. Жұмысына небәрі 5 мыңға шықты жұмысымен. Көріп тұрғандарыңыздай, видеода қалай жасалған. Барабанның ішін қазып, втулка орналасқан, втулканы бекіткен. Оның ішіне подшипниктің чашкасы орналастырған. Сырт жағы бізде желінбеген, ол сырт жағы өзінікі солаймен тұр. Тек іш жағынан желініп қалған, және свободный жағы ойнап тұрды. Көріп тұрсыздар, видеода втулкасы отдельно. Оның ішінде подшипниктің чашкасы орналасқан. Және де несінде қарап жүру керек. Подшипник ауыстырар кезде морковкасында. Бұның морковкасын тоже ауыстырып жіберіңіз, себебі желініп қалған екен. Және подшипник орналастырар кезде сальникті қағуды ұмытпаңыздар. Кейбір кезде біреулер салмай кетеді, қамытып кететіндер бар. Оны обязательно салу керек. Мінекей барабанды орналастырдық, сыртынан кішкентай подшипнигін орналастырдық. Енді шайбасымен гайкасын орналастырмаймыз. Гайканы бұрар кезде қатты қысудың қажеті жоқ. Барабанды айналдырып отырып, люфтісі басылғанша қысу керек. Және де сыртынан өзінің заводской шпунг болады. Бірақ ол заводскойден гөрі орнына жақсы қалың шеге болса, соны салса, подшипник кеткен жағдайда, май қызған жағдайда ешқандай доңғалақтың ұшып кетуіне әкеліп соқпайды. Заводскойға қарағанда шегемен жақсы ұстайды. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.